Kıymadım seni soңғы қоңырау, аттанар сәтте түрің ең мынау. Kıymadım seni soңғы қоңырау. Көзікпен талай думанды кешкен, шығармас сонау жолдарым естен. Тақтаға жазған ұстаз тәлімін партада тыңдап үлгі алып өскен. Соңғы қоңырау, соңғы қоңырау, сыңғырлап үнін көңілде тұрау. Арнамнан асып, толқын айдасып төгілгенім ау. Аттанар сәтте түріңе мынау. Қимадым сені соңғы қоңырау, аттанар сәтте түріңе мынау. Қимадым сені соңғы қоңырау. Тағы бір оқу жылы аяқталып, мектеп тарихының тағы бір парағы жабылғалы тұр. Бүгінгі күн ерекше. Бұл балалықпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басар сәт. Встречайте выпускников 2026 года. 11-ші А сынып жетекшісі Абзалбекова Айнұр Айтбековна. 11 Б класс, классный руководитель Сарсимбаева Бахыт Манаповна. Республикалық турнирдің қазақша күрестен жеңімпазы. Әдемі естеліктеріміз қалған екінші үйіміз болды. Сіздерге мол бақыт және зор денсаулық тілеймін. Рахмет сіздерге. Дорогие учителя, родители, наша любимая школа. Сегодня для нас позвонить последний звонок. Одновременно радостный и немного грустный. Спасибо учителям за знания, терпение и поддержку. Родителям за заботу, любовь и понимание. А школе за теплые воспоминания, друзей и счастливые годы детства. Мы навсегда сохраним то, что получили в школе. Спасибо вам за все. Жүрегімнің жыраны, ақын безді мектебім, бақытымның тұрағы. Ортаға шақырамыз. Бұл тағылымы терең, тәрбиелік мәні зор, ерекше сәт. Мектеп дәстүрін сақтаңдар. Осы салтанатты сәтте білімнің символы, білім кілтін салтанатты түрде табыстауға рұқсат етіңіздер. Сегодня для нас прозвучит последний звонок. Мы уходим, а вам, 10 класс, совсем скоро предстоит занять наше место. Мы передаем вам ключ знаний, символ того пути, который теперь предстоит занять и вам. Уважайте своих учителей, ведь уважение к ним – это уважение к своему будущему и к самому процессу учебы. Удачи вам, 10 класс! Мы в вас верим! Білім мен тәрбиенің, ізденіс пен жаңашылдықтың әлеміне бастайды. Бізге сенім артып, қолдау көрсетіп отырған ата-аналарымызға және ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Соңғы қоңырау естілді, ұзақ күттің сен бұл күнді, бірақ енді қоштаса алмай сезімге ендім бір түрлі. Үй алмай қара мектебіңе, уақыттың сонша өткеніне, балалық сонда шынымен де кеткеніме. Соңғы қоңырау, соңғы бас, балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы бас, балалық шақ енді қайта оралмас. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткер. Қазақ күресінен кіші жас